Ендігі кезек обложка. Оны немесе баннер деп, thumbnail деп айтады. Важный емес. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, осы бізде баннер болып табылады. Баннер көрерменге видеода не болатынын уже түсіндіріп тұру керек. Көрермен сіздің баннеріңізді көрген кезде оған қызығып басатындай болу керек. Тоже және де видеода не болатынын түсіну керек. Экшн ба, мысалға қараңыз, сіз зоо бағытында видео түсіресіз, мысықтардың андай әдемі мысықтарды түсіресіз деген сияқты. Соны түсірдіңіз, бірақ баннеріне сіз мысықты қойдыңыз, артына жынды андай оттар қойып қойдыңыз, короче. Вообще түк жараспай қалды, анау вообще экшн емес. Ал егер де геймерлерді алайық, енді атыс ойын ойнайтын бір геймерді алайық, ол обложкасіне адамды қойды, қолына мылтықты ұстатқан адамды қойды, артына от, жарылыс, анау мынау қойса, атыс сабыз, машинаның жарылып жатқанын қойса, оған уже өтеді да, адамдар түсінеді, что это экшн, оны көріп қараса, сондай атыс сабыз, жарылыс болады деген сияқты. Сондай экшн қызық адамдар өздері соған басып кіреді. Ал сіздің ондай мысығыңызға ондай ешқандай артына от қойып қойсаңыз, ешқандай қызықты емес. Мінекей бірінші мысал ретінде қараңыздар. Мысық, әдемі мысық тұр, бірақ артында от, бір нәрсе сияқты бір басқа бір элементтер тұр, короче, дым жараспайды. Бірақ видеоны аша, ол ешқандай да даже экшн да емес. Ал енді мына мысалды қарайық. Геймер бала атыс ойындарын ойнайды и бірінші бетке атысатын адамды қолына мылтық сатып қойған, артында машиналар жарылып жатыр, оттар, оқтар ұшып жатыр деген сияқты экшн, от осы жарасады. Яғни гейм экшнді ұнататын адамдар осы обложкаға кіріп басып оны көреді. Ал сіздің мысығыңызды көрмейді. Ал мысықтың, сіз әдемі мысықтар түсірдіңіз ғой, ол мысықтарды көру үшін мынандай болу керек. Әдемі мысық тұр, артында жүректер, көпіршіктер деген сияқты осылай әдемілеу керек. Менің айтқым келіп тұрғаны, жараспайтын обложка баннерді жасамаңыздар. Сонымен қатар, сіз егер жеке брендіңізді дамытатын болсаңыз, сіз міндетті түрде обложкаға өзіңіздің суретіңізді қоюыңыз керек. Мысалға, сол жағына немесе оң жағына деген сияқты. Көрермендер сіздің каналыңызға тіркеледі. Сонымен қатар, әр аптада сіздің видеоңыз шығады ғой. Сол кезде оған рекомендацияға сіздің видеоңыз шыққан кезде сізді ол тану керек. Мына адам мен алдымда көрген, бұл маған күшті информация берген деп сіздің түріңізді танып, соған басып сізді көретіндей болу керек. Сонымен қатар, оның қасына ұсқынсыз тексттерді пайдаланбаймыз. Өте әдемі, минимализм тексттерді пайдаланып, адамның көзіне приятный көрінетін тексттерді пайдаланып, өзімізге көрермендерді шақырамыз. Мысал ретінде, мына екі суретті алайық. Бірдей сурет, бірақ біреуінде кішкене оформление бар, біреуінде оформление жоқ деген сияқты. Мұнда iPhone 14 қараңғы, дұрыс көрінбей тұр, қандай объектке обзор жасап жатқанды көріп тұрған жоқ. Мынаны қарасаңыздар, дәл сол сурет, бірақ iPhone бөлек бір как обводка дейді ғой. Осыда солай алынып тұр, текст өте әдемі, қандай затқа обзор жасайын деп жатқаны білініп тұр. Қалай ойлайсыздар, қайсысына басады адам? Әрине, мынау объекті бөлек алынып, нақты не көрсетілетіні жазылып тұрған обложкаға адамдар басады. Тағы да айтқым келіп тұрғаны, обложкада ешқандай өтірік информация бермейміз. Адам сіздің обложкаңызды басып, мынандай болады екен ғой деп үміттеніп қалып басып, бірақ сіздің видеоңызда ондай болмаса, ол адам шығып кетеді және де одан кейін сіздің видеоңызды ешқашан қарамайтын болады. Адамдарымызды жоғалтпаймыз, әдемі баннер жасаймыз, керекті тақырыптарды қоямыз. Все. Соңында бір кеңес бере кетейін. Сіздер обложка жасайтын кезде белгілі бір түстерді таңдап алыңыз. Фоным көк түсті болады, жазуым оранжевый түсті болады деген сияқты.